Санников аралы, Антарктидада жасырылған құпия жер бар ма? Антарктида мұзды кеңістіктерден тұратын, адамзат үшін ең жұмбақ жерлердің бірі. Бірақ кейбір қауесеттерге сенсек, сол мұздың астында жасыл аралдар мен жоғалып кеткен жерлер бар. Соның бірі Санников аралы. 19 ғасырда зерттеуші Яков Санников бұл жердің бар екенін мәлімдеген. Ол Антарктиданың мұзды аймағында таулары бар, үлкен аралды байқаған. Кейіннен ол жерді іздеп барып жаңа жерді алғашқы болып бағындыруға қаншама ер жүрек саяхатшылар сапарға шықты, бірақ мәселе мынада, ешкім ол жерді қайта тапқан жоқ. Сонда бұл қандай құпия? Бірінші теория, Санников аралы бұл мұздан құралған алып платформа, ол уақыты өте еріген немесе су астына кеткен. Бірақ бұл жағдайда оның ізі қалуы керек еді, ал ғалымдар мұндай ештеңе таппады. Екінші теория, Санников аралы бұл мираж немесе оптикалық иллюзия. Антарктиданың ауа райы ерекше, кейде алыстағы заттар басқа пішінде көрінуі мүмкін. Бірақ неге бұл миражды әртүрлі адамдар байқады? Үшінші және ең қорқынышты теория, Санников аралы бұл Антарктиданың астындағы құпия портал. Кейбір конспирологтар Антарктидада жоғалған өркениеттер, тіпті бөгде ғаламшарлықтардың базасы бар деп санайды. Егер бұл рас болса, онда Санников аралы сол әлемге кіретін қақпа болуы мүмкін. Кейбір зерттеушілердің айтуынша, Антарктиданың кейбір аудандарында мұз қабатының астында өсімдіктер мен жылы климат бар. Яғни, бұл жерде нағыз жасырын өмір болуы мүмкін. Бірақ бізге оны білуге мүмкіндік бермей отырма. Ғалымдар қанша іздесе де, Санников аралының нақты орнын таба алмады. Оны карталардан өшіріп тастады, бірақ ол туралы аңыздар әлі де бар. Ал сен қалай ойлайсың, Санников аралы шын мәнінде болған ба, әлде бұл Антарктиданың ең үлкен құпияларының бірі ме?